бізде карантин уақыты басталғалы берді. Шілде айынан бері жұмыстар жүргізіліп жатыр мониторинг бойынша. Бұл мониторинг группасына аудандық әкімдіктің мамандары, полиция басқармасының мамандары және тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының мамандары қосылып бірігіп жұмыс жасауда. Және бүгінгі таңда Алматы ауданы бойынша 242 материал бойынша іс қаралып, ал жалпы қала бойынша полиция департаментінен 1240 материал түсіп, оның 627 бойынша іс қаралды. Тыйым салынған ұйымдар, бұл жаңа ойын-сауық орталықтары, жаңағы түнгі клубтар, бильярдный, караоке залдары, сондай-ақ қоғамдық тамақтану орындарында массалық іс-шараларды өткізу. Олардың бәрінде қазіргі карантин кезінде шектеу қойылған, тыйым салынған. Сотрудниками управления полиции района Алматы, совместно с сотрудниками акимата района Алматы, сотрудниками управления контроля качества проводим рейдовые локальные мероприятия по выявлению нарушения карантина. Именно в ночное время есть, согласно постановлению главного санитарного врача, есть определенное время, где ограничения по режиму работы. Это увеселительные заведения, магазины, СТО, клубы разного вида малого и среднего бизнеса, оказывающие услуги. На сегодняшний день уже порядка 10-15 объектов малого и среднего бизнеса выявлены сотрудниками местной полицейской службы управления полиции района Алматы. По данной линии работы продолжается. Далее направляется управление контроля качества для привлечения к административной ответственности по статье 425 Кодекса административных правонарушений.